Да, я с тобой совершенно согласна. Планирование и опираться на фактическом. Смотрите, поэтому то, что Динара сказала, мне кажется, не получается. Что-то вы застопорили. 28 қараша мен 2 желтоқсан аралығында Астана қаласындағы халықаралық мектебінде оқушылардың физикалық және психикалық денсаулығын нығайту бағдарламасы тақырыбында семинар тренинг өтті. Осы 5 күн оқу барысында оқушылардың физикалық, психологиялық денсаулығын нығайту, оларға дер кезінде көмек көрсету, анықтау тәсілдерін үйрендік деп айтуға болады. Енді осы оқу барысындағы, семинар барысындағы алған білімдеріміз психоэмоционалды тұрғыда қиындығы бар балалармен дер кезінде жұмыс жасау үшін өз көмегін тигізеді. Осы семинар тренингке барлық Назарбаев зияткерлік мектептерінен 30 қатысушы келіп қатысты. Бұл психологтардың біршамасы жалпы бұл бағдарламамен хабардар. Кейбір жаңадан келген психологтар бұл арасында психикалық денсаулықты нығайту бағдарламасымен мүлдем хабарсыз. Бұл бағдарлама 2015 жылдан бастап енгізілген, 2019 жылдан бастап Назарбаев зияткерлік мектептерінде енгізіліп жатыр. Осы мектептің аясында психолог мамандарды оқытып, сонымен қатар тәжірибелік негізде көрсетуге тырыстық. Тағы бір ерекшелік, біз балалармен жұмыс жасап көрсеттік. Дәл осы жаңағы аралас теориялық және практикалық негізде өткізілген формат оларға жақсы әсер еткенімен бөлісуде. Бұл біз үшін жақсы жетістік деп сенемін. Сегодня мы завершили 5-дневный семинар-тренинг. Семинар был посвящен изучению проблемы аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних. А также в рамках семинара мы рассмотрели вопрос о том, как в школе должна проводиться профилактика аутодеструктивного поведения, деструктивного поведения среди несовершеннолетних. У нас были встречи с родителями, с родительским сообществом, которым мы показали и дали информацию об особенностях подросткового возраста. Также в рамках этой программы мы встречались с персоналом школы, также провели с ними семинар, в котором мы рассказали о тех факторах риска и факторах защиты, о роли школьного персонала в укреплении и сохранении здоровья наших детей. И я думаю, что мы достигли той цели, а цель была как раз повысить компетенции наших специалистов в области охраны психического здоровья и профилактики аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних.